спиральді жазуды жазып көрсетіңізші дегендерге мынандай Festisite.com спираль деп таңдайсыздар да. Google'дан спираль Festisite дегенді басасыздар. Мына ағылшынша шығып тұрады. Оң жағын басып, перевести на русский дегенді таңдайсыздар. Сөйтесіздер де мына жерге текст жазасыздар. Қоянның көзі шарасынан шығып бадырайып тұрды деп. Содан кейін барып мына жерден изображение таңдайсыздар. Мына жерде яйцо круг дейді. Соны басасыздар. Қайсысы керек? Енді мына жерде де неше түрлісі тұр. Жүрек арқылы, мына ирек, лав деп тұр. Осыларды басып, ізденіп кішкене қарайсыздар. Предварительный просмотр. Содан кейін скачать дегенді бассаңыздар, мынандай дүние шығады. Өстіп балаларға сабақ арасында таратып бере бересіздер. Спиральді оқу дейтін неше түрлісі бар енді. Ары қарай өздеріңіз ізденіп жұмыс жасайды деген үміттемін.